Сәлем, менің есімім Айсұлу. Бүгін біз қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар туралы оқып үйренетін боламыз. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар. Олар жуан және жіңішке болып бөлінеді. А әрпі. Жуан дауысты дыбыс. Асық, астау, арба, ата. Әрпі. Жіңішке дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: әліппе, әже, әуен, әлем. Әрпі. Жіңішке дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: ел, еріншек, етік, есік. Әрпі. Жіңішке дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: инелік, ине, инабатты, иіс. Әрпі. Жуан дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: орындық, ойын, шық. Әрпі. Жіңішке дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: әрпі. Жуан дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: әрпі. Жуан дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: әрпі. Жіңішке дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: әрпі. Жуан дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: ыдыс, ырыс, ырым. Әрпі. Жіңішке дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: ірімшік, ілмек, із, ін. Әрпі. Жіңішке дауысты дыбыс. Әрпінен келетін сөздер: электр, экран, экология. Әрпі кейде дауысты, кейде дауыссыз болып келетіледі. Әрпінен келетін сөздер: уық, уыс. Осымен аяқталды балақай. Саған сабағымыз пайдалы болса, лүпілді басып қой және тіркеліп ал.